Зиратта әшкере болған опасыздық. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен. Біздің келесі қорқынышты оқиғамыз назарларыңызда. Жұмбақ әңгімемізді соңына дейін тыңдап, болған оқиғаларға өзіңіз куә болыңыз. Видеоның астындағы лайк түймесін басып, видеомызды соңына дейін көріңіз. Қазан айы. Көшеде жаңбыр жауып тұр. Сержан үйге келіп есікті қақты. Ешкім жоқ. Қызық, әйел үйде болу керек еді. Қалтасынан кілтті алып, есікті ашты. Үйге кіріп, тым болмаса тамақ әзірлеп қойған болар деп киімін ауыстырды. Шкафқа қарады. Киімдері тұр. Ол әйеліне қоңырау шалды. Осы арада қызы Аида да мектептен келді. Ол бірінші сынып еді. Тамағын дайындады. Қызын тамақтандырды. Сержан әйелін қатты жақсы көргендіктен алаңдай бастады. Ол қайта қоңырау шалды. Оның телефоны өшірулі. Ол көршілерден сұрады. Жоқ, көршілеріне де бармаған. Ал жаңбыр бұл жағдайды одан сайын ұшықтырып жіберді. Сағат 21:30-дан кейін қызын ұйықтатты. Ал оның өзі Гүлжанды күтіп, оңды-солды жүре бастады. Гүлжан үйге үсті су болып кіріп келді. Сержан ашулы болғанымен сүйікті жарының жағдайын көріп, сабырға келді. Жүгіріп барып, хал жағдайын сұрайын деп сүлгі берді. Ыдысың бар ғой, не болды Гүлжан? Гүлжан, кешірші Сержан. Мен досымның үйінде едім. Сол жерде көп қалып қойдым, деді. Өзіңе қарамайсың ба? Жарайды, деп оны көтеріп, жайына жатқызды. Дәрі берді. Түнімен оған қарап жатты. Гүлжанның жағдайы өте нашарлай берді. Үнемі жөтеліп, қан түкіре берді. Сержан жұмысына да бармады. Ол әйелін жалғыз қалдыра алмады. Дәрігер шақырды. Дәрігер дәрі жазып берді. Бірақ өкінішке орай Гүлжан кешкісін дүниеден өтті. Сержан айғайлап жылап жіберді. Неге? Неге кетіп қалдың Гүлжан? Енді біздің Аида кімді ана дейді? Кімге тастап кеттің? Сенсіз не істеймін деп жылап жатты. Күндер өтті. Ол қайтыс болғаннан кейін бір аптадай уақыт өте бастады. Сержан жұмысына да бармады. Күн батқан сайын жаңбыр қайтадан жауа бастады. Сержанның жүрегі дірілдей бастады. Қызын ана салып кеткен еді. Сержан жаңбырға қарап, сүйіктісі Гүлжанды тәтті естеліктермен еске алып, көзіне жас алды. Кенет ол көшеде жаңбыр жауып тұрғанын, Гүлжанды қақаған суықта қатып қалғанын түсінді. Сағат 23:50 еді. Түн жарым. Гүлжанды қараңғыдан қорқады деп, күртешесін киіп, қабіріне қарай жүгірді. Көшедегі жаңбыр Сержанның бетіне барма дегендей жауып тұрды. Көше қатты қараңғы. Сержанның жүрегінде мүлдем қорқыныш жоқ. Міне, зиратқа да келді. Оның көздері жасқа толып тұр. Гүлжан, сені жалғыз қалдырғаным үшін кешір, деп жылап жатты. Осы кезде ауыр бір айқай естілді. Сержан шошып жан-жағына қарады. Ешкім жоқ. Ал жаңбыр одан сайын жауып, қараңғылықты одан сайын үрейлендіре түсті. Неге екені белгісіз Сержан мүлде қорықпады. Көзінде жас. Ғашығын ойлап отырды. Қабірлер басталды. Сонда қабірлердің бірінен өте аянышты айғай естілді. Сержан сол бейітке қарады. Құлпытаста «Анамды көп қорладым» деген қанды жазу бар еді. Сержан күрсініп әйелінің бейітіне қарай жүрді. Оның үсті басы лай еді. Ол ақырын жүрді. Осы кезде оның аяғынан бір қол ұстады. Сержан құлап қалды. Ол қорқып, артына қарады. Ол жерден бір қол қабірден шығып тұрды. Сержан құлпытасқа қарады. Онда «Мен қыздарды зорлап, ақша үшін бірге тұратынмын» деген жазба бар еді. Бұл жағдайға Сержан таң қалды. Қорқпа, мен сені оладан алып кетемін. Сені жалғыз қалдырғаным үшін кешір, деп әйелінің бейітіне қарай жүре бастады. Осы кезде бейіттердің азапты айғайлары ести бастады. Құлпытастардың бірінде әйелім үшін әкемді үйден қуып жібергенмін. Бірінде елге ақша беріп, көп пайыз алатынмын. Бұл азаптарға шыдай алмаймын. Сержан сабырлы түрде әйелінің бетіне жақындай бергенде жел мен жаңбыр қатты соқты. Өкінішті айғайлар көбейе берді. Сержан одан сайын қорқа бастады.
Айналасын қараңғылық басып, әйелінің бетіне баруға бәрі кедергі болды. Түрлі қолдар шығып, сержанның қолын бөкеді. Ол қорқыныштан жүрегі жарылып кететінін айтты. Бірақ ол ессіз әйелінің бетіне қарай бара жатты. Жүрегінде бір тілегі бар еді. Оның әйелі де күйеуінен не жасырғанын білу үшін құлпытасқа қарай ұмтылды. Ол қорқып жылап, әйелінің бетіне келді. Сонда ол құлпытастағы қорқынышты жазуды көрді де өзін жоғалтып қоя жасады. Құлпытасқа жазылған сөзде: мен жаңбыр астында қалған қорқынышты түнде досымның үйінде болмадым. Мен күйеуімнің көзіне шөп салдым. Оған қиянат жасадым. Оны күйеуім білмеді. Азаптарға шыдай алмай жатырмын. Сержан бұл жазбаларды оқып шошып кетті. Неліктен бұлай болып жатқанын түсінбей, түс көріп жатырмын ба, әлде жоқ па деп ойлады. Бірақ бұл түс емес еді. Ол қорқынышты түнде зиратқа барған үшін өзін кешіре алмады. Осы оқиғалардан кейін ол ұзақ уақыт бойы қалпына келе алмады. Кейін өмір жолын түзеп, тағы бір салихалы әйелге үйленді.